Келесі үміткеріміз Саясат Нұржан Нұрболатұлы. Нұржан Нұрболатұлы, сізге сұрақтарды қай тілде қойған ыңғайлы? Қазақ тілінде. Қазақ тілінде. Ендеше алғашқы сұрағымыз, құқықтық акт дегеніміз не? Құқықтық акт дегеніміз ол заңды акт, жаңағы мемлекеттік орган шығаратын жалпы нормативтік және бейнормативтік ресми құжат болып табылады. Сұрақ. Құқықтық актілер қандай түрлерге бөлінеді? Құқықтық актілер екі түрге бөлінеді, жаңағы нормативтік құқықтық актілерге және нормативтік емес құқықтық актілерге. Судья талап қоюды қандай негіздермен қайтарады? Қандай негіздермен қайтарады? Судья талап қоюды қандай негіздермен қайтарады? Осы талап қоюшы банағы талап арызы осы соттың төрелігіне жатпаса, жаңағыдай әрекетке қабілетсіз адам арызға қол қойса, талап қоюшының өзінің талап арызды қайтар деп мәлімдесе, судья талап қойды қайтарады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңның күші кімдерге қатысты қолданылмайды? Мемлекеттік органда қызмет атқаратын техникалық қызметкерлерге және де шетел жұмыскерлеріне қолданылмайды. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау дегеніміз не? Ол қандай түрлерге бөлінеді? Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын алдын алу, жасауға секілді ететін себептер, мысалы жағдайлар болған жағдайда анықтау және зерделеу болып табылады. Оның екі түрі ішкі және сыртқы талдау болып бөлінеді. Нұржан Нұрболатұлы, сізге барлық бекітілген сұрақтардың барлығы толықтай қойылды. Жауаптарыңызға рахмет. Егер де комиссияның оң қорытындысын алған жағдайда сізге комиссия хатшысы 2 күн ішінде қабылдасады. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Құрметті комиссия мүшелері, бүгін біздің әңгімелесу конкурсымызға 2 үміткер толықтай әңгімелесуден өтті. 1 үміткер бас тартуына байланысты әңгімелесуге келген жоқ. Жалпы әңгімелесу барысында байқаушы тарапынан ұсыныс пікір ескертпелер бола ма екен? Комиссия төрағасы және комиссия мүшелері конкурс отырысы 40-ші қағида талаптары сақтала отырып өткізілді. Байқаушы тарапынан ұсыныс пікір ескертпелер жоқ. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет сізге, сау болыңыз. Ендеше комиссия өз жұмысын аяқтайды. Баршаңызға рахмет.